Өте қызықты кітап екен. Майя, я не болып қалды? Сен ертең жаңа мектепке барасың ғой, сенің жаңа достарың болады дегендей, киімдеріңді дайындап, сабағыңды жақсылап оқы. Я, жақсы анашым. Сыныптастарыңмен жақынырақ дос болуға тырыс. Жақсы, түсіндім. Ал мен кеттім, кешкі ас дайындаймын. Түсіндім. Ертең мен жаңа мектепке барамын. Сабағымды жақсылап оқиын. Қызық, сыныптастарым қандай екен? Тамақтанып келем дегенше түн боп қалыпты ғой. Ал мен ұйықтайын. Азанда ерте тұру керекпін. Майя сабаққа киініп жатқан болар. Не? Майя әлі тұрмаған ба? Майя, сен сабақтан кешіктің ғой. Майя. Ой, сағат қанша болды? Мен кешіктім бе? Я, сен кешіктің. Сабақтың басталуына 10 ғана минут қалды. Ой, жоқ, мен неге ертерек оятпадыңыз? Мен сені киініп жатырма деп ойладым. Сабақтың бірінші күннен кешігетін болдым ғой, қабай. Мен тезірек асыға барып су ішіп келейін. Әжетай, қайырлы таң. Қайырлы таң, Майя. Әже, мен сабаққа асығып тұрмын. Мына алманы жесем болды. Сау болыңыз. Асығыссың ғой, Майя. Енді бүгінгі мектепке образ таңдау керекпін. Қандай киім кисем екен? Бұл ұнаған жоқ. Келесі образды көрейін. Меніңше бұл тым қап-қара болып қалды. Келесі образды көрейін. О, тамаша. Маған өте әдемі жарасқан сияқты. Сабақтардың барлығын түгелдедім. Енді мектепке бара берсем болады. Ендеше кеттік жаңа мектепке. Сабаққа дайындалдыңдар ма? Я, дайындалдық. Я. Айтпақшы, бүгін сыныбымызға жаңадан оқушы келеді екен ғой, естідіңдер ме? Шын ба? Я. Мәссаған. Мұғалім келе жатыр, болды, тынышталайық. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Бүгінгі сабағымызға дайындалайық. Міне, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Дәптерлеріңді және кітаптарыңды ашыңдар. Жақсы, мұғалім. Апай, біздің сыныбымызға жаңадан оқушы келе ме? Айтпақшы, я, бүгін біздің сыныбымызға жаңадан оқушы келеді. Кешігіп жатқан сияқты. Ой, келдім-ау. Қателеспесем, осы менің сыныбым. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Кіруге рұқсат па? Я, кіре ғой. Бос орынға отыр. Жақсы, рахмет. Сәлем. Есімің кім? Менің есімім Майя. Ал сенің кеше? Менің есімім Дейзи болады. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Қазір қандай сабақ болып жатыр? Қазір бізде әдебиет сабағы болып жатыр. Оқушылар тақтағыдағын барлығын көшіріп жазамыз. Жаңадан келген оқушы. Негізі бұл менің орным. Келесі сабақта бұл жерге мен отырамын, түсінікті ме? Жарайды. Жақсы, бірақ ал қазір неге өз орында отырған жоқсың? Жай ғана. Ой, жарайды, отырсам отырам. Менің шашым бүгін сондай әдемі болып тұр. Эли, сабақ үстінде не істеп отырсың? Ой, мұғалім, айып етпеңіз, кешірім сұраймын.
Балалар, қоңырау уақыты болды. Сыртқа шығып келсеңдер болады. Келесі сабақта кездескенше. Сау болыңдар. Сау болыңыз, мұғалім. Сау болыңыз. Енді екеуміз бір-бірімізбен дос болайық. Әрине. Осыдан кейін қандай сабақ болады? Осыдан кейін математика сабағы болады. О, математика ма? Мен математиканы сонда жақсы көремін. Иә. Анау жағдан келген қыз емес пе? Сен неге ол қызды жек көресің? Өте мейірімді қыз ғой. Ой, кеттім мен. Сен болсаң бара бер. Мен кеттім, ал сен болсаң сыныпқа бара бер. Артынан келмей қой. Жоқ, сен артынан барам. Жеміс-жидектердің дәмі өте керемет. Иә, өте керемет. Қазір бізге математика сабағы ғой, кешігіп қалмайық. Иә, кешікпейік. О, бұл Марк қой. Марк, сәлем. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем, Марк. Иә, мұнда неге отырсыңдар? Селли, сен неге мұңайып отырсың? Әдетте тек қана күліп отырушы едің ғой. Мен оның не үшін мұңайып отырғанын білемін. Иә, не үшін? Себебі біздің сыныбымызға жаңадан оқушы келді. Ал ол болса, ол қызды жек көреді. Қызық, жаңадан келген қызды. Не үшін жек көресің, оған не себеп болды? Ой, жай. Мен де онымен дос болғым келеді. Ол қайда? Жоқ, Марк, біз асығыспыз. Біз сыныпқа кету керекпіз. Сау бол. Сау бол, Марк. Жарайды, мен кетейін. Қазір бізге дене шынықтыру сабағы. Айтпасаңдар, айтпай-ақ қойыңдар. Бұл да бір қызық. Жүр кеттік, Селли. Қазір математика сабағына кешігеміз. Қызық, оларға не болған? Ол қоңырау болды. Жүр кеттік, ішке кірейік, Майя. Жүр кеттік. Достар, екінші бөлімде кездескенше, екінші бөлім 100 лайк жиналған кезде шығады. Сау болыңыздар.